Екеуміздің де және біздің басқа да сыныптастарымыздың арасында денсаулықпен мәселелер өте көп кездесті. Эмоционалды күйзеліс неден пайда болады? Пайда болу себептері көп. Тәжірибе болады негізінде эмоционалды күйзеліс. Енді бұл тағы да бір өзекті мәселелердің бірі. Біздің мектепте емес, бүкіл қоғамда жасөспірімдердің және де оқушылардың өмірі мектептің айналасында ғана болып жатады. Оқушыларға қандай да бір кеңес бере аласыз осы эмоционалды күйзелістен арылу үшін? Барлықтарыңызға қайырлы күн, және сіздермен бірге бүгін Сол подкаст, және де бізде қонақта денсаулық клубының лидері Дария. Дария, бүгінгі көңіл-күйің қалай? Бәріне сәлем. Бүгінгі көңіл-күйім өте керемет. Осы подкаст жазып жатқаныма өте қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Ал осы клуб сендерде денсаулық деп аталады. Неліктен және осы идея қайдан келді? Қайдан туындады? Негізінде бізде Елназ екеуміз бұл клубта ашқан кезде екеуміздің де және біздің басқа да сыныптастарымыздың арасында денсаулықпен мәселелер өте көп кездесті. Сондықтан біздің бір сыныптасымыз бізге сол енді денсаулық туралы клуб ашып алсаңдаршы деп әзіл қылып айта салған ғой. Содан кейін біз аламыз да, шынында да сол идея бізге ұнап қалады да осы клубты ашамыз. Негізінде денсаулық деп аталу себебі басында Д емен басталады ғой, Д денсаулық деп, иә. Д мен Е бізде Дария Елназ деген инициал сияқты нәрсе болғандықтан біз денсаулық деп қоя салған болатынбыз. Сосын және де тағы бір мағына тауып алдық. Д деген бізде айт, сөйле, то есть просвещай эту проблему деген мағынамен. Өте керемет. Ал енді клуб жайлы эмоционалды күйзеліс деген ол қалай қысқаша? Негізінде бүгінгі біздің тақырыбымыз эмоционалдық күйзеліс болғандықтан айта кетсек, эмоционалдық күйзеліс ол біздің өмірімізде болып жатқан әртүрлі мәселелерден кейінгі күйзеліс болады ғой. Сол стресстен кейін біздің өмірге деген мотивациямыздың жоғалуы, өз-өзімізді кішкене жек көріп бастау, сондай мәселелердің пайда болып, сондай уақыт аралығы әр адамда болып барады ол негізі. Иә, яғни айта кетерліктей бүгін бізде осы подкасттың тақырыбы эмоционалды күйзеліс. Және де осы эмоционалды күйзеліс неден пайда болады? Пайда болу себептері көп. Ол мен жаңа айтып кеткендей стресстен пайда болады. Ал бізде стресс үйдегі ұрыс жанжал, мектептегі әртүрлі мәселелерден, үлгерімнің төмен болуы, немесе тым жоғары болу, перфекционизм, сондай күйзеліске алып келетін факторлар әсер етеді эмоционалды күйзеліске. Одан кейін демалудың болмауы, тым көп жұмыс жасау, немесе сабақ оқу деген сияқты. Ал эмоционалды күйзеліс ол өздеріңізде болып көрді ме? Менде, иә, ол көбінесе эмоционалды күйзеліс менде 8-ші сыныпта біз онлайн оқыған кезде болған. Өйткені ол кезде біз білеміз, ешқандай әлеммен контакт жоқ, ешкіммен сөйлесе алмаймыз, бір-бірімізді қолдай да алмаймыз. Тек 24/7 ноутбуктың алдында отырып сабақ отырамыз да. Сондықтан негізі менде де мен көптеген құрбыларымның арасында да именно 8-ші сыныпта эмоционалды күйзеліс қайта бола берген. Жақсы. Ал осы эмоционалды күйзеліс адам өмірінде қандай рөл атқарады? Неге маңызды аспект бола алады? Негізінде эмоционалды күйзеліс адамның өмірінде мүмкін жаман бір әрине, бірақ көбінесе адам эмоционалды күйзеліс кезінде өзінің қателіктерін кішкене анализ жасауға тырысады. Сондықтан өзіндік бір вывод немесе қорытынды жасай алады мәселелер туралы. Сондықтан адамға тәжірибе болады негізінде эмоционалды күйзеліс. Енді келесі сұрағымыз, сенің ойыңша біздің мектепте эмоционалды күйзеліс жиі кездесе ме? Бұл өте өзекті сұрақ. Негізінде біздің мектепте эмоционалды күйзеліс туралы біз кішігірім сауалнама жүргізген болатынбыз клуб мүшелерінің арасында ғана. Ол жерде 50%-нан жоғары біздің клубтың мүшелері, оқушылар бізде, иә, менде эмоционалды күйзеліс болады деп
айтып кеткен болатын. Және де 50%-дан жоғары бұл мәселені өзекті деп санайды. Ал оқушыларға бір қандай да бір кеңес бере аласыз осы эмоционалды күйзелістен арылу үшін? Негізі ең басты, ең бір өзекті нәрсе ол демалу керек. Бастысы демалып отыру керек. Әр сенбі жексенбі сайын бізде білеміз ғой, үй жұмыстары тым көп, және де біз сенбі жексенбі жай үй жұмыстарын қарап отыра бере аламыз. Оның орнына демалып немесе таза ауада уақыт өткізген дұрыс. Сонымен қатар өзіңе тым көп алып қойма деп айтуға болады. Себебі аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекерден бекер айтылып кетпеген. Тым көп алуға болмайды. Өзің қаншалықты орындай аласың, сонша задание алып, соншасымен ғана жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ал өзіңіз осы айтқан кеңестеріңізді ұстанасыз ба? Иә. Негізі сенбі жексенбі күні мен қайта сенбі жексенбі ғана емес, күнде демалып отыруға тырысамын. Үй жұмыс көп болса да, дедлайндер анау-мынау болса да, көбінесе демалып отыру ол дұрыс, және де істеп отыру керек, әйтпесе сенің эффективностің түсіп қалады, мотивацияң түсіп қалады. Қазіргі таңда менің достарымның көбі осы эмоционалды күйзеліспен кездеседі, және де соч аптасы дейді ғой. Миш мектептерінде қазір соч аптасы жүріп жатыр. Және де сондай оқушыларға қолдап алу үшін қайда жүгінуге болады? Негізінде бізде қалада көп орталықтар бар, жастарға арналған психологтар. Көбінесе балаларға қазір тегін медициналық көмек беру өте распространено. Көп жерде солай тегін көмек көрсетеді. Сондықтан кез келген психолог немесе біздің мектептегі психологтарға да келіп қолдау алуға болады. Сонымен қатар біздің клуб туралы айтып кетсек, біздің клубтан да ментальдік денсаулықпен біз жұмыс жасап жатырмыз. Бізде жақында жоба болады, денсаулық дискашн деп аталады. Бұл немесе Telegram, немесе WhatsApp чат. Бұл жерде біздің клуб мүшелері өздерінің тәжірибелерімен, өздерінің қиналатын бір мәселелермен, басқалармен бөлісіп, бір-біріне қолдау көрсетіп, немесе біздің коучтардан әртүрлі кеңестер алып, солай жұмыс жасай алады. Бұл бізге жақында болатын жоба. Күтіңіздер. Дария, және де қазіргі кезде осы жасөспірімдердің көбі ұялшақ болып барады. Мүмкін көбі емес, бірақ бір шамасы ұялшақ. Және де ол балалар өздерінің ішіндегі жан дүниесін, өздерінің қиыншылықтарын ешкіммен бөліспейді. Сол туралы не ойлайсың? Енді бұл тағы да бір өзекті мәселелердің бірі. Біздің мектепте емес, бүкіл қоғамда бұндай негізі тұлғалар қаншалықты біз олардың жеке зонасын құрметтегенмен, олардың өз ішкі жан дүниелерін, өзінің эмоцияларын айту ол өте маңызды. Және де мен көп біздің оқушыларымызды осыны қарап отырған көрермендерімізді сіздерді осы өз ішкі жан дүниеңізде не болып жатқан эмоцияларыңызды жақын адамдарыңызбен бөлісуді сұраймын. Және де солай бұл сіздер үшін де, басқалар үшін де дұрыс болады. Және осы бізде қала ішінде өте көп психологтар бар, көптеген мамандар бар. Олар бізде қазіргі таңда бір сеанс үшін көп мөлшерде ақша алады. Осы туралы не ойлайсыз? Бір жағынан бұл өте дұрыс. Себебі ментальдық мәселелер олар қайттан өзекті, ахуалы көп, және де оларды шешу үшін көптеген уақыт, ақша керек әрине, оны шешу үшін ресурс керек. Сондықтан әр адамда осындай өзінің травмалары, ментальдық проблемалар болғандықтан психологтардың көп ақша алуы негізі дұрыс. Келесі сұрақ, осы балалар қорқып жатады ғой, өздерінің секреттарын басқа біреуге айтып қояды деген. Сол туралы не ойлайсыз? Енді негізі көп қалай айтсам болады, бір жағынан ондай тым конфиденциалды ақпаратты менің ойымша ешкім психологқа апарып айтпайды, менің ойымша. Және де айтса да,
мамандар болса, бұл өзінің маманы болса, ол әрине ешкімге оны айтып ары қарай таратудың ешқандай мағынасы да жоқ. Бұл сондай негізі сіздердің проблемаларыңыз сізге ғана өте ерекше бір андай бір қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ мүмкін дәл сондай проблема сондай қалғандардың бәрінде бар деген сияқты. Сондықтан оны айтып, одан бір үлкен бір мәселе жасау мамандарға тиімді де емес, менің ойымша керек те емес оларға. Ал неге осы балалар өздерінің қиыншылықтарын ата-аналарына айтпасқа? Неге сіздің ойыңызша олар оны жасырып қалады? Неге ата-анасымен мүмкін жаман қарым-қатынастар осыдан да пайда болуы мүмкін, иә? Ол негізі ата-анамен қарым-қатынас жаман да болса, жақсы да болса да, көбінесе айтамыз ғой, жасөспірімдер олар өздерінен бір үлкен адам болғысы келеді. Олардың психологиясы бойынша олар міне уже үлкен, жауапкершілігі мол сондай адамдарда. Сондықтан ата-анаға айтып, ол мәселелерді шешу оларға андай кішкентай баланың немесе сияқты көрінуі мүмкін. Бұл менің ойымша. Және де бір жағынан өзің шешкің келеді. Екінші жағынан мүмкін сенің конфликт поколения деген нәрсе бар. Ата-анасы ол мәселені түсінбеуі мүмкін. Мысалы, менің де ата-анам, мен бір өзімнің мәселем туралы айтсам, бұл мәселеге көз жұма қарайды көбінесе. Жоқ, не то, чтобы көз жұма, а просто ол кісілерге бұл мәселе емес сияқты да. Бұл жай көңіл күй сияқты, ешқандай мәселеге қатысы жоқ сияқты нәрседе. Сондықтан. Және де осы адамның физикалық күйі мен менталды күйі қалай бір-бірімен байланысты? Бұл өте байланысты. Бізде терминде бар, психосоматика деп аталады, мен вроде. Сол термин бойынша менталдық денсаулық бізде әрқашан физикалық денсаулыққа әсер етеді. Яғни сен қандай да бір күйзеліс немесе стрессті көріп жатсаң, бұл сенің физикалық денсаулығыңа да қатты әсер етеді, сен ауыра бастайсың, әртүрлі сондай ауырсынулар, аурулар пайда бола бастайды. Сонымен қатар өзімнің тәжірибем жайлы айта кететін болсам, мен окулистке барып өзімнің көзімнің минус 4,5-ға дейін түсіп кеткен естігенде менде эмоционалдық күйзеліс пайда болған. Себебі менде минус 2,5 болған. Одан кейін ол минус 4,5-ға түсіп кеткенде ол мен үшін өте шок нәрсе болды да. Одан кейін менде эмоционалдық күйзеліс, стресс болды. Және де сіздің ойыңызша осы эмоционалды күйзелістің басты бір ең маңызды себептерінің бірі мектеп дегенмен келісесіз ба? Сабақ, тайм-менеджмент. Негізі жасөспірімдердің және де оқушылардың өмірі мектептің айналасында ғана болып жатады. Көбінесе оқушылардың достары ол мектепте, сыныптастары, оқушылардың бүкіл көп уақытын мектепте өтеді, және де үйге барып алып, сол мектептің мәселесін қарауға, үй жұмысын жасаумен, сонымен уақыт өтеді де. Біздің барлық өміріміз осы мектептің айналасында айналып жатқандықтан, көптеген мәселелер де мектептің әсерінен болуы мүмкін, мектептегі конкуренция деген нәрселер, мәселелер, сабақтың ауыр болуы, сондай, және де мектептен тыс іс-шараларға қатысудан, тым шаршап кетуден де болып жатады. Дария, осы мектепте эмоционалды күйзеліспен күресу үшін қандай жұмыстар жүргізілуде? Негізінде эмоционалды күйзеліспен күресу үшін біз жаңа айтып кеткендей демалу керек те. Бізге демалуға арналған көптеген іс-шаралар жүргізіп жатыр. Олар мысалы өзі дискотекалардың өзі, киновечерлар, сол киновечерлардың тіпті сабақтан сұрап алатын да бар деген сияқты. Және де кәдімгі музыка, арт, дене шынықтыру деген сабақтарда көмектесіп жатады демалуға. Сонымен қатар Hug Day алдында бір-бірін қолдауға арналған өте күшті іс-шара болды. Сондай іс-шаралар негізі көп демалуға арналған. Бәрі мағынасы да бар, біздің мектептің мақсаттарымен сәйкес келетінде көшбасшылар кеңесі сондай іс-шараларды жасап жатыр.
Жақсы, көп рахмет. Енді подкастымыз соңына келді, және де осы эмоционалды күйзелісті қорытындылай келсек. Енді қорытындылайтын болсақ, біз жоғарыда эмоционалдық күйзелістің белгілері туралы айтып кеттік. Оның себептері туралы да айтқан болатынбыз. Бұның не екенін де айтқан болатынбыз. Және де енді сіздер өздеріңіздің жақындарыңыздан немесе өзіңізде осы эмоционалдық күйзелісті байқай немесе көре аласыздар, тани аласыздар. Одан кейін жақындарыңыздан немесе өзіңізден сол эмоционалды күйзелісті көргеннен кейін біз берген кеңестерге жүгініп өтсеңіздер де болады. Бұл сіздерге ментальдық денсаулықтарыңызды сақтап қалуға, соларды күшейте түсуге көмектеседі. Сонымен қатар, егер де сіз осы эмоционалдық күйзеліс кезінде өзіңіздің мәселелеріңіз туралы эмоцияңызды ешкімге айтқыңыз келмесе, немесе бұны жасырып, бұны ұялудың негізі қажеті жоқ. Бұл мәселелер әр адамда бар, және оның жасырудың мағынасы да жоқ. Сондықтан сонымен өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен, эмоцияларыңызбен бөлісіңіздер деп кеңес беремін мен. Негізі, егер де өздеріңізде қиыншылық болып жатса, оны жасырудың немесе іште сақтаудың ешқандай маңызы жоқ, ол дұрыс емес. Сондықтан да денсаулық клубына жүгінсеңіздер болады. Ал енді осы подкастымызды тамамдасақ, және де келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Вот, психологқа барған кезде олар сурет салғызады. Ты рисуешь такой кружочек, а потом олар саған камушки салып қояды и айтады: вот видишь, у тебя кружочек круг, то есть не крутится. Я такая: да. А он айтады: потому что вот здесь ждем проблемы. Какие проблемы, не понятно.